Ер адамдардың арасында әңгіме бар. Енді күнде сорпа іше берсең, бір тамақтан жалғасын ғой деп. Әйелің жалықпай ма? Әйелің сен үшін сорпа, басында ол қазғарта еді, кейін болса ол енді сылдыр су сорпа болып қалды. Оның фигурасы бұзылып кетті, басқа болып кетті. Субханалла, сен де үйленген кезде басқа едің, кейін семіріп шыға келдің, қарның шықты, шашың түсті. Әйелің саған айтып жатқан жоқ қой, сен қарның шығып кетті, шашың түсіп кетті, сен маған ұнамай қалдың деген сөзді айтып жатқан жоқ қой. Ол қанағат тұтып сонымен жүр. Оның сәл дене бітімі бұзылса, не үшін бұзылып жатыр? Сол сенің балаңды емізем деп бұзылып жатыр. Сенің балаңды дүниеге келтірем деп ол сондай қиыншылықтарға барып жатыр. Адамның шығуы оңай нәрсе емес. Сен үшін, сенің балаң үшін